Ата-бабаларымыз ұл-қыздарын өздеріндей еңбек сүйгіш, жауынгер, әнші, күйші, ақылды, парасатты, иманды етіп тәрбиелеуді мақсат еткен. Олардың бойына өнер мен еңбекті, ізгі адамгершілік қасиеттерді қатар сіңірген. Мәселен, ер баланы 5 жасынан бастап азамат болғанға дейін мал бағу мен аң аулауға, отын шабуға, қора салуға, ағаштан, темірден түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауға, яғни қолөнер шеберлігіне баулыған. Адамның қандай болып өсуі оның ата-анасына байланысты. Ата-ана тәрбиесі жас ұрпақтың бойына өнер, білім ғана емес, күллі әдепті де, мәдениет пен ізгілікті де сіңіре білген. Отбасындағы ұл тәрбиесінде әкенің орны ерекше. Әкенің мінез-құлқы, өнер білімі ұл баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Өнегелі, өнерлі, 8 қырлы, бір сырлы намысқор азамат тәрбиелеу әкелер арманы. Ал әкелер жолын қуып, өнері мен өнегелі ісін жалғастыру жастарға да үлкен сын болып саналған. Әке көрген оқ жынар деген мақал міне осының дәлелі.